Сәлеметсіздер ме, балалар? Қазір бізде математика сабағы. Сабақтың тақырыбы комбинациялау, комбинация құрастыру. Бүгін комбинациялау ұғымымен танысасыңдар. Сандар мен заттардан екі-екіден комбинация құрастыруды үйренесіңдер. Ойыншықтармен ойнау өте қызықты. Ал сенің сүйікті ойыншығың қандай? Ендеше мына тапсырманы шешіп көрейік. Сөреде 3 ойыншық тұр. Қуыршақ, доп, пирамида. Әнел 2 ойыншықты жақсы көреді. Олар қандай ойыншық болуы мүмкін? Ойланып көрейік. Иә, дұрыс айтасыңдар. Қуыршақ пен доп, пирамида мен доп, қуыршақ пен пирамида секілді ойыншықтар болуы мүмкін. Заттардың орнын алмастыруға, оларды әртүрлі тәсілмен таңдап, топтастыруға, жинақтауға болады. Бұны комбинациялау деп атайды. Енді таңғы ас туралы мына тапсырманы орындайық. Таңғы ас бізге пайдалы, күш-қуат береді, оқуда белсенді болуға көмектеседі. Суретте сусыны бар қанша стақан берілген? Әрине, 2 стақан берілген. Бірінде шырын, бірінде сүт бар. Қандай тағам мен тәттілер берілген? Иә, печенье, ботқа, тоқаш. Таңғы ас мәзіріне не таңдауға болады? Кәне тауып көрейік. Печенье мен шырын, печенье мен сүт таңдауға болады. Ботқа мен шырын, ботқа мен сүт таңдауға болады. Тоқаш пен шырын, немесе тоқаш пен сүт. Комбинация құрастыру сандарды немесе заттарды әртүрлі тәсілмен біріктіру деген сөз. Комбинацияларды құрастырғанда кестені пайдаланған қолайлы. Балалар, ұқыпты, әдемі, сәнді киіне білу, ол да өнер. Олай болса, киімдер туралы мына тапсырманы орындайық. Ләззатта қандай жаңа киімдер бар екен? Көгілдір кофта, көгілдір белдемше. Қызғылт кофта, қызғылт белдемше. Ал Ләззат оларды қалай кие алады? Қызғылт кофта, қызғылт белдемше. Көгілдір кофта, көгілдір белдемше. Көгілдір кофта, қызғылт белдемше. Қызғылт кофта, көгілдір белдемше. 4 нұсқа шықты. Керемет, тапсырманы оңай орындадық. Балалар, фотоға түсуді ұнатамыз ба? Олай болса, мына тапсырмаға назар аударайық. Мұратта 3 фотосурет бар. Альбомның бетіне тек 2 фотосурет қана сыяды. Оларды альбомға қалай орналастыруға болады? Күшік пен ол, мысық пен ол,
мен күшік, мысық пен күшік, ұл мен мысық, күшік пен мысықты орналастыруға болады. Жарайсыңдар балалар, 6 комбинация құрастырып, фотоларды дұрыс орналастырдық. Келесі тапсырма гүлдер туралы. Гүлзарда барлығы неше гүл өсіп тұр? Иә, 6 гүл өсіп тұр. 4 қызғалдақ және 2 сарғалдақ. Сенің анаң 2 гүлді үзіп алды. Ол гүлдердің түсі қандай болуы мүмкін? Қанша комбинация шығады екен? Кәне ойланайық. Енді бірге тексерейік. 2 қызғалдақ болуы мүмкін. Немесе 2 сарғалдақ. Не бір қызғалдақ пен бір сарғалдақ болуы мүмкін. Тамаша, бұл тапсырманы өте жақсы орындадық. Мына суретті көргенде ойымызға не келеді? Әрине, туған күн, мереке, күндер. Енді жұмыс дәптерінің 111 бетін ашайық. Шарлар жұбын әртүрлі тәсілдермен боя. Қызыл және жасыл түсті қарындаштарды қолдан. Енді жауабымен тексерейік балалар. Қызыл мен жасыл шар. Жасыл мен қызыл. Екеуі де қызыл шар. Екеуі де жасыл. Шарлар жұбын бәрін дұрыс бояды деген сенімдемін. Жарайсыңдар балалар. Келесі тапсырма жемістер туралы. Балалар, сендер жемістерде көп дәрумендер болатын білесіңдер. Бізге алмұрт, банан, алма берілген. Осы жемістерді әртүрлі тәсілмен орналастыруымыз керек. Әрқайсының қасына 2 жемістен қоюға болады. Қане, жемістерді дұрыс таңдап, суретін салайық. Енді дұрыс нұсқасымен салыстыра отырып тексерейік. Алмұрт, банан, алма. Алмұрт, алма, банан. Банан, алма, алмұрт. Банан, алмұрт, алма. Алма, алмұрт, банан. Алмұрт, банан, алма. Жарайсыңдар балалар. 6 тәсілінде таптық. Бүгінгі сабағымыз қызықты әрі түсінікті болды деп ойлаймын. Олай болса, мына сұрақтарға жауап берейік. Комбинация құрастыру дегеніміз не? Сандарды немесе заттарды әртүрлі тәсілмен біріктіру. Комбинация құрастыруда нені пайдаланған қолайлы? Комбинация құрастыруда кестені пайдаланған қолайлы.